келін болып түсіп атаның шаңырағына барғанда атамызды аңғара бастадым. Ата баламен балаша ойнауды білмейді. Немересінің толассыз сұрақтарына жауап беріп, қате жерлерін түзеп отыратын, тіпті қаталданып қаталдығын да көрсетіп жіберетін. Осы батырлық рух ер адамның ғана емес, қазақ қыздарының қайсар бойынан да көріп жатамыз. Соның бір дәлелі болсын. Назарларыңызға Тұмар патшайым биін қабыл алыңыздар. Сахнада бишілер тобы. Майданның алдыңғы шебінде жүрген батыр атамыздың ерлігін ешкім ұмытпақ емес. Ендеше тағы бір майдан көрінісіне куә болыңыздар. Бауыржан Момышұлы, Москва үшін шайқас, мақтамен бауыздау бөлімі. Москва іргесінде үлкенді-кішілі деревняларда аз емес. Соколова солардың орташалауының бірі. Соколова орман ортасында, айнала қоршаған орман, оның кең қос етекті көйлегі сияқты. Подполковник Курганов бір жерде отыра алмайтын әрі мазасыздау кісі. Оның бармайтын жері жоқ. Батареялар мен дивизионда бақылау пункттері, зеңбіректердің тұрған жері. Біз сияқты атқыштар полктарының бақылау пункті. Оның аралайтындары осылар. Немістер Соколованы орнынан тастап кете алмайды. Айналған бәрі қалың орман. Дұшпан күш жинап алып сендердің маңдайларын сол аттан бөліп шашады. Айтқаныңыз келсін. Сенің өзің тіл ашшы екен ғой. Кімнің тіл ашшы екен, Құдай бар болса естіп тұрған шығар. Сіз жеңілдіңіз, Георгий Федорович. Ойындан жеңіле білуді үйреніп жатады ғой. Солай ма, апырмай, солай ма? Солай ол. Солай ол. Солай болса мейлі, мен жеңілдім. Ал дұшпандарды қалай жеңбексіңдер? Дұшпанның сыры бізге мәлім. Күшін жинап, салмақтан дайындалып жатыр екен. Көріп отырмыз. Онда не қулық сұрақ қарап отырсыңдар? Күтіп отырмыз. Немене күтіп отырсыңдар? Қай жақтан шыға келіп, миымыз шашар екен деп. Сендер дендерің сау ма өзі? Құдайға шүкір, деніміз сау. Қорамсақта еш нәрсе жоқ. Сіздің бізге берген дивизионыңызда 100 снаряд. Онымен кімді күйретпекпін? Соғанда шүкір ет. Сонда құрылға шабуылға шық демексе, жолдас подполковник. Сендердікі дұрыс. Сендер мені оңдырмай деп ештеп алдыңдар ғой. Біз жоғарымен тағы да сөйлесіп көрейік. Бізде азған резерв бар. Соны осында жұмсамағанда айна жұмсамақпыз. Алло, Иван Иванович. У Момыша положение швах. Я оставил видео. Алло. Тфу, черт, байланысты. Неменеге қарсы шабуыл жасамайсыңдар? Таяқпен танкке қарсы шық деп ешкімге бұйыра алмаймын, жолдас подполковник. Тағы жеңді, дұрыс. Бізде тағы да сөйлесу керек.
Алло. Алло, Иван Иванович. Мен Курганов. Я Момыштан сөйлеп тұрмын. Алло. Марков біледі. Біздің аздаған резервіміз бар, соны дереу Момышқа жөнелтуімізді өтінемін. Иван Иванович, мен көзім жетті, олар өте қажет. Әрбір сағат қымбат, Иван Иванович. Ал командир мен комиссар, сендердің тілектерін орындалмақ. Қалай сонда? Бізге тағы да 250 снаряд берілетін болды. 250? Онымен кімді қырып жоймақпыз? Чепуха. Остай командир, оған да Сіз түсінбей тұрсыз. 250 снаряд, бұл қорлағандық. Ей, тентек! Сенен басқаларға 25 снаряд беруге мүмкіндігім жоқ. Енді оттама. Онда қойдым жолдас подполковник. 200-бен кімді мұқытамыз? Ол өте аз. Білем қарам, білем. Аз екенін мен де білем. Сонда оларды қалай жұмсамақпыз ол? Оларды қорланып жатқан фашистердің басына дәлдеп атамызда біраз үрейлендіреміз. Дұрыс айтасыз подполковник. Тек үрейлендіреміз. Онда өздеріңіз келісе беріңіздер. Мен кеттім. Алда қандай жаңалықтар бар екенін біліп айту керек. Жолыңыз болсын. Жақсы. Кеттім. Егер бізден бұл неміс көпшілігіміз жасалса айтамыз. Мен солай еткен күтіп отырмын, жолдас подполковник. Қолымыздағы ас снарядты біртіндеп атпастан бір-ақ атқым келеді. Егер сәті түссе. Егер солай болса. Солай етіп көрейік, бол командир. Атқылай беріңіз, жолдас подполковник. Жолдас командир, біздің артиллерия дәлдеп атып жатыр. Тасталған шығарып жатыр. Краевтың айтқан шын екен. Сенің тағы, снаряд бола берді. Жолдас командир, біз зеңбіректеп тұрған жерін көріп қойды. Дереу орын ауыстыру керек. Сүйіктау жолдас командир. Сүйықтау болса да жер, станок қой. Атыңыз кімсіз? Менің фамилиям жолдас командир Гапоненко. Ал есіміңіз? Спиридон Остапов. Бұрын осы қастан беріңіз, Спиридон Остапович. Кешеден бері ғана осындамыз, жолдас командир. Мысалы соғыста гвардиядағы не болдыңыз ғой? Маған сенгендіктен гвардиядағы беріп отырды. Дұрыс айтасыз, Спиридон Остапович. Партия қатарындамыз. 8 жылдан бері большевиктер партиясының қатарындамын. Анау тұрған жүргізбектердің өз командирі қайда? Командир жарақаттанып кетіп, оның орнына мен тағайындадым, жолдас командир. Жаудың зеңбіректері өте алыс емес көрінеді. Сондықтан да сендерді алып шықты. Түсінікті, жолдас командир. Бұл жолдас командир қайда келді? Жүр, қайда барғанын саған айтып. Алда! Қолға түсін! Қаржылар бетке бөліп жатыр. Көбісінен жартысы жолдың ортасына қалып тұр. Оның ішінде комиссар мен штаб начальник бар, жолдас командир. Тоқтан, жаяу дәстархан болушы еді. Осы әртүрлі нәрсе болады. Жолдас комиссар. Соғыстарда аттарымыздан айырылып жаяу алып. Қанша адамдарыңыз бар? 310 қол қылышымыз бар. Әр әскеридің өзіне жарасарлық мінездері бар. Мамандық намыстары бар. Жаяу әскерилер айтады, мұншама найзамыз бар. Ал жаңағы атты әскерилердің капитаны жаяу қалғанына қарамастан адамды мылтық санмен есептейді. Жарақаттанғаннан сау емессің ба? Екі аяғымда жарым, жылы сал командир. Кей, ұршыдың үнді. Командир. Ұрыс
да бәрінде де жарақат алам. Бұнда тұрған ештеңе жоқ. Жарайды Берік бол өзің. жарайды жолдас командир. Борис екеуміз бұндан бері бір адам шыққан көптен бері дос едік. Ол мені көріп тұрып тастап көріп соның жасынан шыдай алмай көзден жас шығып кетті. Лейтенант, дай оружие. Мы арестованы. Ответь мне. Балада қатынға көзеліп болдық командир. Өзен құлаған үйдің астынан әрен суырмау. Траубегінің қарсалықтарын санап отырмын. Тоқтуат. Жолдас командир, мама самолеттар атқылап жатқан кезде Жирен Қасқан Мұхаммед Қасымов оқ тиіп өлді. Оның ер тоқымын сөреге қойып қойды. Қайда жаны орай. Бұл жолсыздықты дереу тоқтату керек. Біз қайда тұрғанымызды, алдымызда не бар екенін де білмейміз. Қысайда, сөздер бас. Басқадан кешірілмейтін нәрсені бұндайды кешіруге болмайды. Олай болса сіз командирсіз ғой, шешімге келіңіз. Мен шешімге келдім. Қатқындықта жазасыз қалмайды. Ұрыста көргенің бәрін бірдей айта беруге болмайды. Көргенің бәрін бірдей жаза беруге болмайды. Жазылғанның бәрін баспаға ұсына беруге болмайды. Шешім орындалды. Бауыржан Мұқышұлы, Нұрғазы Есімов. Хабиболла Рахимов, Талғат Олжанға. Жауынгер оралған тұсынан. Тәжбетін қарапар. Капитан Ұлыбек Айып. Ол сәулетке қарап атамыздың нағыз жалындаған ердің жасында майданның отты жылдарында кез болғаны өкінішті.